хатымыздың ішін ашып, ішінде құрау керек болады, сөз шығады тақырып. Төртеу болу керек, иә? Міне. Не сөз шықты? Жұмбақ. Мақал. Аяла, сенде қандай сөз шықты? Мақал, е? Айдина, сенде? Жұмбақ. Жақсы балалы, де. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз оқу іс-әрекетіміздің тақырыбы мақал мәтелдер және жұмбақ тақырыбы. Мақал сөздің азығы, жұмбақ ойдың қазығы. Бүгінгі тақырыбымыз тәсілі бойынша мақал мәтелдерді сіздерге көрсетемін. Мен бастаймын, сіздер жалғастырасыздар. Түсінікті ме? Дұшпан күлдіріп айтады, Дос жылатып айтады. жақсы балалар, дұрыс па? Шапалақтаймыз балалар бір-бірімізге. Ағаш тамырымен мықты, адам досымен мықты. Жақсы балалар, суретті мақал мәтелдер. Бірінші болып кім жауап бергісі керек балалар? Мен. Сен бе? Жақсы аяды. Онда бірінші жақсы, молодец. Дұрыс па? Дұрыс. Оныншы асықпен бағалаймыз. Орнына отыра қой. Келесі Алина, келе ғой. Баланың тілі бал. Жақсы, дұрыс, е балалар. Жақсы, Алина. Сен асық ала қой, дұрыс айтқаның үшін ала қой. Кім тапқыр кезеңіне өтейін. Бұл кезеңде балалар, біз асық үйіру арқылы мына жерден тақырып таңдаймыз, е? Содан біздің сиқырлы сандығымыздан тапсырма шығады екен. Ол жақсы ма? Сыныптына балалар кім келеді? Бірінші Алина келе ғой. Міне саған асық үйге ғой. Үйде ғой, Алина. Аспан денелері дейді. Біз аспан денелері тақырыбы, е? Бұл жерде балаларды жұмбақ шешетін боламыз, е? Қос алып көз бірі жарықта көреді, бірі қараңғыда көреді. Өте жақсы, Айдина, өте жақсы. Бұл кезеңде сендерді алмамен бағалайын, не балалар? Бір алма ала қой. Келесі аяғым келе қой. Келесі аяғым кезек ішіне өзінің тәттіңді ала қой.